Армысыздар, құрметті алаш жұрты. 31 мамыр ашаршылық және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай зұлмат жылдар мәңгі өшпейді атты тарихи сағатымызды ұсынамыз. Қайран қазақ елі. Жас ұрпаққа айталмаған, жеткізе алмаған, жан дүниеңді дір еткізген сырға, мұңға толы тарихи парақтары қаншама. Сол оқиғалардың ішінде мың өліп мың тірілген, халқымыздың басынан өткен 1930-1938 жылдар ауыр да азапты кезең болды. Кеңес заманында Қазақстанда 2 рет аштықтың қырғыны болғаны айтуға тиіспіз. Әрине, үлкен аштық өткен ғасырдың 30 жылдары орын алды. Ол тарихта ұлы жұт ашаршылық жылдары деген атпен қалды. Бірақ сонымен бірге 1919-1922 жылдары орын алған ашаршылықты да ұмытпаған жөн. Өлкелік партия ұйымының басшылығына келген Голощекин ауылды кеңестендіру ұранымен ауылда тап күресін шиеленістіру бағытын таңдап алды. Ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыру бағыты көзделіп, бай-кулактарды тап ретінде жою міндеті алға қойылды. Ұжымдастыру бай-кулактарды тәркілеуден басталды. Жер-жерде кедейлер мен орта шаруаларды орынсыз соттау, ауыл шаруашылығының малын жөнсіз кәмпескілеу, меншік құқығынан айыру, тұрақты жерден күштеп көшіру орын алды. Бұл халықты жаппай ашаршылыққа алып келді. 30 жылдың басында қазақ халқы 4 миллион 800 болатын болса, 1930-32 жылдардағы алапат аштықтан 2 миллион 300 мыңдайы қырылып қалды. Геноцид саясатының салдарынан халықты осындай қасіретке ұшыратты. Бұл қасірет аздай кіші Қазан революциясын жасау керек деген теріс қорытындыға келіп, елде репрессиялық шаралар жүргізіле бастады. 1937-1938 жылдарда террор жаппай сипат алды. Үлкен террордың басталуы 1937 жылдың 5 тамызы деп есептелінеді. Бұл Сталиннің антисоветтік элементтерді құрту туралы бұйрыққа қол қойған күні. Осыған орай Политбюроның арнайы шешімімен әр республика бойынша репрессиялануға тиісті адам басына квота белгіленді. Жергілікті партия органдары мен МВД-ның басқармалары бұл шешімді өте бір жанталаса орындап жатты. Ең алдымен зиялыларға ауыз сала бастады. Бұл жылдарда кеңес үкіметін орнату мен нығайтуға қатысқан кезінде Алаш партиясының көрнекті қайраткерлері мен мүшелері Әлихан Бөкейханов, Қалет Досмағамбетұлы, Ахмет Байтұрсынұлы тағы да басқалар жазаға ұшырады. Оларды халық жауы деп жариялады. Жаңа қазақ әдебиетінің негізгі салушылары Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов секілді ақындарымыз, жазушыларымыз жазаға ұшырап, ату жазасына кесілді. Көрнекті тілші, ғалым, профессор Құдайберген Жұбанов, Санжар Асфендияров, ғылым академиясының басшысы Төлепов және басқалар да жазалау шараларының құрбаны болды. Бүкіл КСР көлемінде барлық ұлттардың зиялы атаулысы, ғалымдары, ағартушылары, батырлары, дәулеттілері, білімділері, ақындары айдалып атылды. Тіпті тұтас ұлттар атамекеннен жер аударылып, намыстары тапталды емес пе? Осының барлық атышулы 58 статьямен жүзеге асырылды. Ақты қара, қараны ақ дегізген жазалау саясаты бір емес, мыңды зарлатқан үштіктің шешімі 58 статья еді. Қазақстан жерінде жазықсыз жазаға ұшырағандарға арналған лагерлер пайда болды. Олар Карлаг, Степногор, Балқашлаг, Жезқазған-Лаг, ЖСР, отанға опасыздық жасаған отбасылардың мүшелеріне арналған лагерь еді. 1937 жыл желтоқсан айында Алжир лагерінің іргетасы қаланып, бір жылдан кейін онда халық жауы атанған азаматтардың әйелдері, аналары мен қыздары зардап шекті. 8-15 мыңдай тұтқын әйелдің гүл өмірі көктей болып, көбі осында бақилыққа аттанды. 37 жылы қыркүйек қазан айында қиыр шығыстан 110 мың корейлер, Әзербайжан, Армения, 2400 отбасы аударылып, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарына қоныстандырылды. Қуғын-сүргін арқылы 100 мыңға жуық қазақстандық өтті, оның 20 мыңдайы атылып кетті. Қуғын-сүргін жылдар ішінде Қазақстан аумағында құрылған лагерге 5 миллион адам жіберілді. Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының 1993 жылы 14 сәуірдегі заңына сәйкес қуғын-сүргінге ұшырағандар жаппай ақталды. Қазақ қайраткерлерінің есімі халқына қайтарылды. Сонда да халқымыздың басынан өткен қасіретін халық жадынан ешкім ешқашан өшіре алмас.
әрдайым өткен тарихымызды ұмытпай, біздің болашағымыз үшін күрескен ата-баба рухына тағзым етіп отырайық. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.